Сіздермен оқушылар, бүгін біз сабақ барысында мен сіздерге тарих 9-шы сынып 490 БЖБ-мен таныстыратын боламын. БЖБ тақырыбы тәуелсіз жылдарындағы білім мен діннің қазіргі Қазақстандағы қоғамдағы рөлі деген тақырып бойынша БЖБ келіп тұрады. Кеше кеттік. Әдеттегідей оқу мақсаты, бағалау критерийлері, ойлау дағдылары, орындау уақыттарының барлығы беріліп тұр. Міне көріп отырмыз. Бүгін біз БЖБ-мызда 3 тапсырма. Бірінші тапсырма жаһандану жағдайында қазақстандық білім мен ғылымның даму тенденцияларына дәлел келтіріңіз дейді. Міне көріп отырмыз. Білімге 2 критерий, ғылымға 2 критерий келтіріңіз дейді. Екінші сұрағымыз, екінші тапсырмамыз Қазақстан Халқы Ассамблеясының дінаралық, этносаралық келісіммен және ішкі тұрақтылықты нығайтудағы қызметіне дәлел келтіріңіз дейді. Міне көріп отырмыз. Үшінші сұрақ Қазақстан қоғамындағы зайырлы мемлекет және діни сенім бостандығы ұстанымдары үйлесім табу деген пікірге қатысты ПТМС формуласы арқылы жауап жазыңыз дейді. ПТМС формуласы деген не екенін білеміздер. Мектеп бағдарламасында мектепте күнде орындап жүрген тапсырмамыздың бірі. Ендеше кеттік. БЖБ-мыз 11 балдан тұрады. Міне көріп отырмыз. Бірінші тапсырмаға 4 балл, екінші тапсырмаға 3 балл, үшінші тапсырмаға 4 балдан беріледі. Есте сақтаймыз. Енді жауаптарына көшейік. Бірінші сұрағымыз жаңа әдеттегідей айтып кеткен болатынмын. Білімге 2 критерий, ғылымға 2 критерий келтіріңіз. Кеттік. Біріншісі 1991 жылдан бастап жаңа үлгідегі мектептер мен арнаулы оқу орта орындары, лицейлер, мектептер, колледждер ашылған болатын. Біріншісі кетті осымен. Екіншісі 2009 жылы Астанада тұңғыш президенттің интеллектуалдық мектебі ашылды. Сонымен қатар 2009 жылы 100 мектеп бағдарлама аясында көптеген қалаларда, ауылдарда мектептер, балабақшалар ашыла бастады. 1994 жылы болашақ бағдарламасы арқылы қазақстандық жастар шетелдердің үздік жоғары оқу орындарында білім алатын болды. Міне осымен біз білімнің 2 критерийін аяқтадық. Енді ғылымның 2 критерийін аяқтадық. Біріншісі ғылымның Қазақстан ғылым дамуының жаңа кезеңі, ғылым мен жаңа технологиялар министрлігі құрылған уақыт 1992 жылдан бастап алады. Екіншісі ғылымның екіншісі Қазақстан 1991 жылы өз тәуелсіздігін алғаннан кейін білім мен ғылымның дамуына көп көңіл бөле бастады. Оған дәлел республика ғалымдары Қазақстанның өткен тарихын зерттеуге зор үлес қосты. 1999 ЮНЕСКО көлемінде академик Қаныш Сәтпаевтың 100 жылдығы атап өткізілді. Тағы да сол жылдары Түркістан қаласының 1500 жылдық мерейтойында Қазақстан мен Түркі әлемінің рухани тарихындағы Түркістан және Қожа Ахмет Яссауи атты тақырыбында халықаралық практикалық конференция өткізілді. Міне балалар, осымен біз бірінші тапсырманы толық аяқтадық. Енді екінші тапсырмаға көшейік. Қазақстан Халқы Ассамблеясының дінаралық, этносаралық және ішкі тұрақтылықты нығайтудағы қызметіне дәлелді келтіріңіз дейді. Деп алдым. Дінаралық келісімде мен былай жаздым. Біріншісі, жеке өзі, сондай-ақ басқа кез келген дінді еркін ұстануға немесе ешқайсысын ұстанбауға рұқсат бар. Екіншісі, құлшылық жасау, діни жоралар мен рәсімдерді өз еркімен қатысу немесе қатыспауға рұқсат. Үшіншісі, дінді оқып үйренуге күштеп мәжбүр етуге жол берілмейді. Міне осы 3 критерий дінаралық келісімге жатады. Енді этносаралық келісім. Қазақстанда бүгінгі таңда 130-дан астам этностар мен діни конфессиялар бар. Тәуелсіздік жылдарында діни институттар саны көбейіп, діни бірлестіктер, рухани дәстүрлер жаңаруда, мешіттер, шіркеулер, ғибадат үйлері бой көтеруде. Бұл елдегі ар-жудан бостандығы мен рухани жаңғыруды қамтамасыз етуге, этносаралық келісім азаматтың татулықты сақтау мен нығайтуға бағытталған саясаттың нәтижесі. Енді үшіншісі, ішкі тұрақтылық. Қазақстан Республикасының өз тәуелсіздігін алғаннан бері әлемдік елдерде өз ішкі тұрақтылығын сақтау ерекшеленіп келеді. Соңғы 10 жылдықтың ішінде діни ағымдарға байланысты бар экстремизмдік құбылыстар қанат жайып келеді. Басқа да елдер секілді бұл тақырып Қазақстанда күн тәртібінде бар. Мұндай мәселелерден сақтану мақсатында Қазақстан күштік әдістерін, отбасылық институттарын, тәрбиелік және мәдени іс-шараларды дамытып келеді. Міне балалар,
осымен біз екінші тапсырманы аяқтадық. Енді үшінші тапсырмамызға көшейік. Баттамасы формуласы көретінімізде позиция, түсіндіру, мысал және салдарына тоқталамыз. Позиция. Әдеттегі позицияны біз былай алдық. Діни сенім бостандығы ұстанымдарының үйлесім табуда деп алдық. Енді осы позицияға біз түсіндірме жұмыстарын жүргіземіз. Қазақстан зайырлы мемлекет болып саналады. Себебі Қазақстан өз тәуелсіздігін алғаннан бері дінге, тілге еркіндік үйлесім тапқан. Сонымен қатар Қазақстан жерінде тұратын түрлі ұлт өкілдері басқа дінге, тіліне қарамастан Қазақстан заңына бағынады. Міне, осы түсіндіру жұмыстарын жаздық. Енді мысал келтірейік. Қазақстан ең кең тараған діндер қатарына ислам және христиан болып табылады. Қазақстанда тараған ең көп діндер осы ислам мен христиандар. Сонымен қатар иудаизм, буддизм діндері де бар. 2009 жылы статистиканы қарасақ, мұсылмандар 70%, христиандар 26%-ны алып жатыр. Атеистер саны 2%. Енді осылардың баттамасы формуласының барлығын қорытындылайық. Қорытындылай келе Қазақстан Республикасы зайырлы және діни сенім бостандығы ұстанымдары үйлесім табуда деген дәйек сөзге мен толықтай келісем. Өйткені әр тұлға өз еркінше дінін ұстауға рұқсат етіледі. Міне балалар, біз осымен үшінші тапсырмамызды толық аяқтадық. 11 балдық БЖВ-ны аяқтап десек те болады. Егер сіздерге біздің осы бейнеролигіміз, видеомыз жатса, арнаға тіркеліп, лайк басып, біздің каналымыздың дамуына үлес қоса кетіңіздер. Қош, сау болыңыздар.